Ұлы Отан соғысының отты жылдарында туған өлеңдер мен әндердің орны ерекше бөлек. Әсіресе елге, туған жерге, отбасына деген сағыныш сазы әуелеген лирикалық әндер өте көп болды. Майдан даласында туған әннің шығу тарихы туралы белгілі композитор Ғарифолла Құрманғалиев өз естелігінде 1942 жыл. Сталинград майданы. Қарлы далада концерт басталды. Атақты биші Шара Жиенқұловадан кейін шығып ән салдым. Советтік армияның даңқты қолбасшыларының бірі Жуков асықпай келіп, домбырамды алып ризашылығын білдірді. Сол кезде қос жанары от шашқан қазақ жігіті жүгіріп келді де, «Ағатай, елде қосылғаныма 3 ай болған сүйген жарым қалған еді. Содан хат келмей жатыр. Мынау менің сүйген жарыма жазған хатым. Өз қолыңызбен табыстап, амандығымды жеткізсеңіз» деді, даусы дірілдеп. Көңілім қатты босап кетті. Түнімен әлгі солдаттың бейнесі көз алдымнан кетер емес. Майшамның жарығымен сөзін жазып, домбырамды қолыма алып, «Сүйген жар әнім дүниеге келген еді» деп толғана жазады. Ғарифолла Құрманғалиевтің әні «Сүйген жар». Алдарыңызда өнер көрсететін Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, Алатау дәстүрлі өнер театрының әншісі Жанаргүл Саркенова.